Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін сіздерге тез әрі оңай дайындалатын 40 қабат құйма бәлішін ұсынатын боламын. Қамыр еліп еш әуре болмайсыз. Бар болғаны қамырды құйып пешке сала саласыздар. Нәтижесінде өте дәмді бәліш дайын болады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болып, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ендігі біз салмасын дайындайтын боламыз. Мұнда мен 40 қабат және пияз сәбізімізді алдын ала барлығын турап дайындап алдым. Енді осыны табамызға май қойып, барлығын жақсылап қуырып пісіріп алатын боламыз. Тұз бұрышын дәміне қарап саласыздар. Мына осылай қуырып алғаннан кейін үстіне шамалы ғана су құйып бұқтырып қоямыз. Біздің салмамыз дайын болғанша ендігі біз сұйық қамырымызды дайындаймыз. Мұнда менде жылы айран және тұзымызды салып, жұмыртқамызды саламыз. Барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Толық нұсқасын осы описаниенің видео астында қалдыратын боламын. Сол жерден көре аласыздар барлығын. Және де үстіне ас содасын саламыз. Ертілген сары майымызды құямыз. Ендігі ұнымызды саламыз. Мен алдын ала еліктен өткізіп дайындап алдым. Осы ұнымызды барлығын салып, жақсылап барлығын біріктіріп араластырып аламыз. Бізде ортада комочектер қалып қоймау керек, сол себептен осылай барлығын жақсылап біріктіріп араластырып аламыз. Өте жылдам. Қонақ келгенде де және де кешкі шайға тез дайындай қойсаңыздар, өте керемет, тойымды. Мұны жақсылап араластырып алдық. Осындай сұйық болуға қажет біздің. Осындай сұйық қамырымыз. Осындай сұйықтықта болады. Ендігі біз формамыз дайындаймыз. Мен 24 диаметр формада дайындайтын боламын. Астына пергаментпен бумағымызды салып, үстінен маймен жан-жағына жағып шықтым, жабысып қалмас үшін. Енді осы сұйық салмамызды осылай жартысын ғана құйып аламыз. Осы жартылай құйып, өзіңіз көзбен өлшеп жартылай алып қаласыздар шамалы. Мына осылай құйып жалғастырып жан-жағынан барлығын біркелкі толып жайып шығамыз. Осылай сұйық қамырымызды жайып алдық. Ендігі банағы қуырып дайындап алған салмамызды үстінен салып шығамыз. Қатты баспаймыз, әрбір жеріне осылай жайыңқырап салмамызды салып аламыз. Мұны осылай барлығын жайғастырамыз. Бір жеріне қалың, бір жерде жұқа болып кетпесін, осылай барынша жан-жағына жайыңқыраймыз. Барлық жеріне бірдей болатындай қылып салмасын салып аламыз. Мұны салмасын барлығын салып алдық. Ендігі мына қалған үстіңгі бөлігін толық осы айналдыра құйып шығамыз. Барлық жеріне салмасын жауып тұратындай қылып, осылай барынша жұқалап тегістеп жайып шығамыз. Барлық жеріне құйылмаға тимеген жеріне осылай жайғастырып шығамыз. Жан-жағына тимей жатса, осылай лопаткамен жайыңқырап жіберсеңіздер болады. Бетін жабатындай қылып осылай жайып жібереміз. Мұны барлығын құйып дайындап алдық салып, ендігі бетіне күнжіт сеуіп жібереміз. Енді осы бәлішімізді духовкаға салып толық пісіріп алатын боламыз. Мұнда біздің бәлішімізді толық пісіріп, суытып, формасынан шығарып алдық. Қарапайым үйдегі бар заттармен жасалады, ал дәмі енді ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет, жұмсақ, үлпілдек болып, керемет болып шығады. Біздің отбасымызға, балдарға да әсіресе қатты ұнады. Және де осындай дәмді пирогтардың, ыстық тағамдардың, салаттардың рецепттері менің арнамда өте көп, кіріп көрсеңіздер де болады. Және де осы видеом сіздерге ұнаған болса, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Рима. Келесі видеода кездескенше баршаңызға да көп рахмет.